Менің үйім. Сәлем, Данияр, қалың қалай? Сәлем Айжан, жақсымын, рахмет, өзің қалайсың? Мен де жақсымын. Бүгін мен сенімен үй туралы сөйлескім келеді. Сен қайда тұрасың? Мен Алматы қаласында тұрамын. Біздің пәтеріміз көп қабатты үйдің 6-шы қабатында орналасқан. Ал сен қайда тұрасың? Мен қала шетінде тұрамын. Біз жеке үйде тұрамыз. Біздің үйіміз кең әрі жарық. Үйіңде неше бөлме бар? Үйімізде 5 бөлме бар. Олар қонақ бөлме, ас үй, 2 жатын бөлме және жұмыс бөлмесі. Сонымен қатар жуынатын бөлме және дәліз. Өте жақсы екен. Сенің жеке бөлмең бар ма? Иә, өз бөлмем бар. Менің бөлмем өте жайлы. Онда төсек, жазу үстелі, орындық, шкаф, кітап сөресі және компьютер бар. Терезем үлкен, сондықтан бөлмем өте жарық. Сен бөлмеңде не істегенді ұнатасың? Мен кітап оқимын, сабақ оқимын және достарыммен телефон арқылы сөйлесемін. Демалыс күндері бөлмемді жинап, гүлдерге су құямын. Өте жақсы. Ал біздің пәтеріміз 3 бөлмелі. Менің де өз бөлмем бар. Бөлмемде төсек, үстел, шкаф және кішкентай теледидар бар. Сен үйде кіммен тұрасың? Мен әкеммен, анаммен және қарындасыммен тұрамын. Біз өте тату отбасымыз. Кешке бәріміз бірге кешкі ас ішеміз, кейде фильм көреміз. Бізде кешкі уақытта бірге шай ішеміз. Кейде ата-әжем бізге қонаққа келеді. Үйіңнің ауласы бар ма? Иә, үлкен ауламыз бар. Онда алма ағаштары, гүлдер және көкөніс егілген шағын бақша бар. Өте тамаша екен. Мен де жеке үйде тұрғанды қалаймын. Бірақ біздің пәтеріміз де ыңғайлы әрі жылы. Иә, ең бастысы үйдің ішіндегі бақыт пен мейірім болуы. Үй адамға тыныштық пен қуаныш сыйлайды. Дұрыс айтасың. Мен өз үйімді өте жақсы көремін. Және әрқашан үйге асығып қайтамын. Мен де өз үйімді жақсы көремін. Үй адам үшін ең жайлы әрі ең қымбат орын.